Ассалаумағалейкум достар, мен қазір сіздерге Google AdSense'ке Каспий картамызды тіркеу жолын көрсетемін, немесе басқа да карта жолдары болсын. Жалпы картамызды қалай тіркейміз, сол картаға ақша түсіп тұру үшін. Мінекей мына біздің Google AdSense'іміз, білесіздер Google AdSense. Осы жақта платежи дегенге кірсеңіздер, болмаса мына жерде мінекей жоғары жақта маған сообщение келіп тұр екен, карта тірке деп. Платежи деген ішіне кіріп көрейік, кіреміз. Осы жерден YouTube дегенді басамыз. Мына жерде бір $100 жететіндей бір ақша түсіп тұрған шығар қазір. Мінекей $112 түсіп тұр екен мына каналға. Енді осы жерге мен өзімнің картамды тіркеймін. Мінекей маған карта тірке деп қайта шығып тұр. Обновить дегенді бассам да болады, болмаса способ оплаты мына жақта да тұр. Добавить способ оплаты. Үстін басамын. Осы жерге өзімнің картамды тіркеймін. Каспий картаңызды тіркесеңіз жақсырақ, тезірек ақша түседі. Басқа да карталарды тіркей беруге болады. Жаңағы Центр кредит болсын, Халық банк болсын, бәрі тіркей беруге болады. Осы жерде мінекей банкомат деген жердің үстін басасыз. Сөйтесіз да мінекей дәл осы данныйды толтырып шықсаңыз болды. Дәл осы данныйды толтырып шығасыз. Айбыншот, бик деген бар. Мынау Каспий магазин болса, Каспий банк деп жазасыз. Мына жерге Каспийде қалай атың жазылып тұр. Мысалы Асылжан Қалмен болса, Асылжан Қалмен деген сияқты жазып шығамын. Оны Каспий телефондағы Каспий клубтарыңызға кіріп, мой банкке кіресіздер да, ішінде сол жаңағы картаңыздың ішіне қарай кірсеңіз, сол инфо деген жерде реквизит бар. Бұл жерде реквизит бар, білесіздер. Телефондағы версиясында сол ішіне кірсеңіздер, сол реквизиттен қарап отырып жасай бересіздер. Реквизиттің ішінде счет деген жерде. Мына жерге енді мен өзімнің ат жөнімді жазам. Менікі осылай тұрады. Асылжан Қалмен. Мына жерге Каспийдің атын жазам. Дәл сол картада қалай жазылып тұр, дәл солай жаза берсем де болады. Каспий банк. Мына жерге бик жазам. Каспийдағы бикті. Мына жерге айбыншотты жазам. Әркімде өзінің айбыншоты бар. Бұны енді ешкімге көрсетпей қойыңыздар. Мен де көрсетпей қойын. Мысалы бұлыңғыр қылып қоя салайын. Дәл осы нәрсені жазып шықсаңыздар болды. Айбыншот деген кизет деп басылатын. Соны жазып шығасыздар. Мінекей осылай. Мінекей дәл осылай айбыншотты, бикті, барлық данныйларын жазып болғаннан кейін астыңғы жағынан түсесіз, сохранить дегенді бассаңыз, өзіңіздің Каспий клубтағы тіркелген атпен шығады. Мысалы қазір басып көрейік, менікі қалай шығады екен. Егер дұрыс болса данныйым шығарады. Міне шықты. Асылжан Қалмен, соңы 9868 деп бітеді екен. Картамның номерінің соңы. Менің Каспий клубымның жаңағы аты жөнім Каспий клуб. Енді ақша осы картаға ақша түсетін болады. Каждый айдың 21 мен 25 аралығында түседі. Ал мына Google AdSense'ке мына жерде мінекей $112 деп тұр. Бұл жерге әр айдың 15 күні жалпы ақшаның барлығы YouTube-та жиналып тұрады. YouTube-тан 15 күні осы жаққа түседі Google AdSense'те. $100 деп түсіп тұрса, мысалы 15-нен кейін ары қарай ол картаға түсу үшін 21 мен 25 аралығында болу керек. Сол кезде 21 мен 25 аралығында барлығы жиналып, сол 21 мен 25 аралығында сіздің картаңызға түседі. Дәл осылай картаңызды тіркейсіз, болды.